Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте жеңіл дайындалатын сосиски в тесте дайындаймыз. Ұнымызға құрғақ ашытқымызды салып, екеуін біріктіреміз. Тұз, қант, сұйық майымызды құямыз. Жылы сүтімізді құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды сұйық маймен майлап шығамыз. Бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, осылай созамыз. Ал енді сосискамызды алып, қамырымызды орап шығамыз. Формамызды сұйық маймен майлаймыз, немесе пергамент қағазын төсейміз. Көтерілуге 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Бір жұмыртқамызға 1 шай қасық сүтімізді құйып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минуттай дайын болғанша пісіреміз. Сіздерге бұл рецепт ұнады деген ойдамын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.